Құрметті YouTube қатысушылары, YouTube сабаққа қатысып жатқан жандар, қош келдіңіздер. Келесі видеода бізде превью туралы ақпарат болады. Енді қараңыздар, превью деп отырғанымыз, мен қазір түсіндірем, жақсылап тыңдаңыздар, жарай ма? YouTube'да, мынандай нәрсе болады, я. Мысалы, мынау YouTube каналыңыз деп есептейтін болсақ, ол былай тұрады, я. Одан кейін былай тұрады. Сосын былай тұрады. Қараңыздар. Мынау сіздің YouTube'тағы аваңыз, дұрыс па? Мынау сіздің YouTube'ыңыздың названиясы, псевдонимі, мынау описаниясы, мынау енді сіздің YouTube'тарыңыздың видеолары және шортс видеолары деген сияқты. Ал вот превью деп отырғанымыз мына жерде, 4-3 болып тұрады, я? Осындай жерді біз превью деп атаймыз, немесе қарапайым тілмен айтқанда обложка деп атаймыз. Және де сіз видеоларды саласыз ғой, видео салған кезде осылай бөлінеді. Мына жаққа сіздің ютубыңыздың тақырыбы болады, ютубтағы видеоңыздың тақырыбы болады. Ал мына жақта тоже самое, сондай обложка болады, превью деп айтады. Онда сіз осындай превью жасап отыруыңыз керек, және салып отыруыңыз керек. Не үшін? Қараңыз, енді қандай да бір сіз ниша таңдайсыз, одан кейін соған сәйкес видеоларыңызды салып каналыңызды әсемдейсіз, дұрыс қой, одан кейін неге именно превью өте маңызды рөл атқарады. Және де айта кететін нәрсе, шортс видеода превью деген нәрсе болмайды. Сіз шортсқа превью саласыз, сол шортсқа салайын деп жатқан видеоңыздың арасындағы какой-то бір картинкасын ғана салып қоясыз, ал былай арнайы шортсқа обложка жасауға болмайды және салынбайды да. Сіз неге превью жасайсыз? Кәдімгі видеоға жасайсыз, ұзын видеоға жасайсыз превьюға. Одан кейін превью жасайтын кезде өте маңызды ұстанатын нәрсе, ол превьюңыз яркий болу керек, чтобы адамның көзіне бірден түсу керек та. Андай оттай басылу керек, мысалға қызыл, сары, ол жасыл болуы мүмкін, ол оранжевый болуы мүмкін, енді білмеймін ғой, сіз нишаңызға да байланысты. Егер мысалы мультфильм салатын болсаңыз, мультфильмге қатысты түстерді қосасыз, басқа болса басқа деген сияқты ғой, нишаға байланысты сондай түстермен көмкеріп отырасыз деген сияқты. Бірақ ол қара түс болуы мүмкін, ол қоңыр болуы мүмкін, бірақ көзге әдемі көрінетін сондай бір приятно әдемі болу керек та. Неге яркий болу керек, неге әдемі түс ашу керек? Өйткені қараңыз, не только превьюда ғана емес, өмірде де сондай. Мысал, сіз бір мысал айтатын болсақ, сіз қандай да бір адаммен танысасыз, мүмкін ол қыз болуы мүмкін, ол жігіт болуы мүмкін, басқа адам болуы мүмкін деген сияқты да. Енді ол коллега болсын, басқа болсын, мысалға ше, жаңадан дос тапсаңыз да, мысалы ше, сіз кез келген адаммен танысатын кезде де, мысалы білісетін кезде де сыртқы көрінісіне қарайсыз ғой, дұрыс па? Ол түрі болады, ол киімі болады, ол әшекей бұйымы мүмкін, ол бетін енді қалай өзіне қарайды деген сияқты ғой. Сіз адамның түріне қарайсыз, киім киісіне, аяқ киіміне, басқа дүниелеріне қарайсыз. Енді былай айтқанда сыртқы пішініне қарайсыз ғой, дұрыс па? Түр сипатына қарайсыз. Сіз соған қарай уже примерно шешім шығарасыз да, енді ол адаммен ары қарай жұмыс жасаймын жоқ деген сияқты ше. Енді адамның енді сыртына қатты баға бергенде дұрыс емес, бірақ визуально қарайтын болсақ, естественно, адамның сыртқы көрінісі бәрібір де рөл атқарады негізі ше, былай қарап тұрсақ ше. Адамның сырты бір тартып тұрса, әдемі болып тұрса, ары қарай уже ол адаммен танысып, жұмыс жасап, или дос болып деген сияқты уже сөйлескін келеді да, если честно. Осындай нәрсе. Ол жағдай кітапта да бар. Сіз кітапты таңдайтын кезде, мысалы, сыртқы көрінісіне бәрібір қарайсыз. Ол сыртқы көрінісі деп отырғанымыз мұқабасы ғой. Кітаптың сіз бәрібір мұқабасына қарайсыз, дұрыс па? Сіз енді әдеби кітап оқисыз ба, жоқ психологиялық кітап оқисыз ба, аспаздық оқисыз ба, жоқ басқа неше түрлі кітап оқисыз ба? Әрине енді авторы, ол тақырыбы маңызды ғой, бірақ сыртқы көрінісі қандай? Мысалы, ол әдемі болып тұрса, прям яркий, новый болып тұрса, ішін ашып қарағың келеді ғой, психологически қарайтын болсақ. Ал егер сырты деген жыртылып кеткен, ескіріп кеткен, сондай
аз тосып кеткен, сондай омып кеткен болса қарағың келмейді да енді деген сияқты да. Сондай нәрсе ғой. Ну как сіздерге простой тілмен түсіндіретін болсақ, сол үшін яркий болу өте маңызды. Бұл психологиялық тұрғыда адамды тартады да бәрібір. Одан кейін екінші нәрсе ол интрига. Адамдар сіздің видеоңызды андай бір шок состояниемен көру керек, андай бір мәссаған, ужас, қалай болады екен, ё-моё деген сияқты сондай чувствомен көру керек. Қызығушылық, интерес деп жазып қойын, қызығушылық танытатындай болу керек. Мысалы сіздерге бір екі тақырып жазып берейін. Ну қандай тақырып жазсам болады екен? Ну как, мысалы алманың пайдасы деп жазатын болсам, сіз қарайтын бедіңіз ол видеоны, сіз әрине қарамайсыз. Өйткені қойшы, не істейсің оны деген сияқты осындай мән бермейсіз да, обращение бермейсіз алманың пайдасы. Ал егер мен алманың пайдасы деп емес, мысалы сіз бір апта бойы алма жесең не болады деп жазатын болсам, мысалда сізге қызық болады. Өйткені ол қалай болады екен, мен бір апта бойы алма жесем қандай өзгерістер пайда болады екен деген сұрақпен сіз мына видеоның ішіне кіресіз. Если честно, психологиялық тұрғыда қарайтын болсақ, ал мынаның ішіне сіз никак кірмейсіз. Өйткені просто так алманың пайдасы. Ол мысалға, например, сіз врач болсаңыз, сәбидің жылағаны деп қоятын болсаңыз, ол қызық болуы мүмкін. Ал егер мысалы сәбиіңіз тоқтамай жыласа не істеу керек, немесе сәбиіңіз бесконца жылай берсе деген сияқты бір адамда бір қызығушылық шақыратын, интрига шақыратын тақырып ұстанатын болсаңыз, әрине ол ата-аналарға бір жанды жеріне тиеді да, и қарайды ол видеоны. Короче, сіз адамның больно тию керексіз ғой, жанды жерде тию керексіз. Мысалы сіз тақ қандай мамандық иелері бар, ағылшыншадан сабақ беретін болсаңыз, мысалы ағылшын тілі урок деп қойғаннан көрі to be етістігі не үшін керек деген сияқты, или бір енді конкуренттерге зерттеу арқылы анықтайсыздар ғой. Мен нақты айта алмай тұрмын да ағылшынша білмегендіктен. Ну сондай өзіңіздің салаңызға примерно бұрмалап аласыз ғой, интрига танытып қоясыз. Оны неге қоясыз, обложкаға да қоясыз и тақырыбына да қоясыз деген сияқты ғой. Бұл жерде мен соны айтқым келді. Көпшіліктің каналы интрига тудырмайды, әшейін мынандай деп қоя салады да, типа андай бір простой тілмен жаза салады да. Ну сол алманың пайдасы или бір просто палау рецепт деген сияқты, элементарный мысалы. Палау рецепт дегеннен гөрі мысалға 30 минутта дайындалатын палау деп жазатын болсақ, ол уже адамға қызық болады да. 30 минутта қалай палау дайын болады, көрейікші осыны, бір что-то басқаша сияқты деп көреді. Или бір ешкімде жоқ палау десеңіз де, или бір мына палауды жесең вообще бірдеңе боласың деп андай бір адамға бір не шақыру керек қой, мә дейтін сондай бір реакция шақыру керек қой. Түсіндіре алдым ғой, вот короче осындай немен жасайсыздар превьюді.